Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен Pinduoduo'ны әлі үйренбеген, енді үйренгісі келіп жүрген новичоктарға арнап, полный тегін видео сабағын жасап шығардым. Новичоктарға оңай болсын деп, Pinduoduo'ның барлық видео сабақтарын бір видеоға сыйғызып жасап шығардым. Бұрынғыдай әр жерде бөлек-бөлек емес. Карго тіркеуі бір бөлек, төлем карта тіркеуі бір бөлек деген сияқты әр жерден тауып іздеп жүрмейсіздер. Бәрі бір осы видеоның ішінде. Pinduoduo'ның басты қадамдары: Pinduoduo'ны бірінші жүктеп аламыз, содан кейін Pinduoduo'ға регистрация жасаймыз, сосын төлем карта тіркейміз, сосын Қазақстандағы адресімізді енгіземіз. Сайт слежканы жүктеп алып, товарымызды сайт слежкадан бақылап отыруды, сапалы бренд товар заказ беру үшін дүкендердің маңызды белгілерін үйрену. Басқа да барлық қыр-сырларын, фишкаларын осы видеоға қосып қойдым. Возврат жасау, товар іздеу деген сияқты басқа да барлық фишкалары осы видеода бар. Сол себепті видео кішкене ұзақтау болады. Бір стакан шайларыңызды алып, жақсылап жайғасып отырып алыңыздар да мұқият аяғына дейін қараңыздар. Видеоны бастамас бұрын менің осы видеома лайк басып, менің каналыма, осы каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сосын видеоны қарап болғаннан кейін видео қалай болды, басқа да бір сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Ал бүгін, яғни қазір сіз ешқандай Pinduoduo курс сатып алмай-ақ, осы видеоны қарап болғаннан кейін сіз өзіңіз-ақ Pinduoduo'ны үйреніп заказ бере аласыздар. Ал давайте олай болса видеомызды бастаймыз. Ең алдымен Pinduoduo'ны жүктеп аламыз. Кімде телефоны iPhone болса, Pinduoduo'ны App Store-дан жүктеп аласыздар. Ал кімде Samsung, Huawei, басқа да маркалар, олар Android версиялы телефонға жататындықтан, олар үшін Google-дан немесе Google Chrome'нан Pinduoduo'ның официальный сайтынан жүктейтін боламыз. Google Chrome болмаса, мына Google-дан да жүктеп алуға болады. Кімде Google Chrome бар, осы Google Chrome'нан жүктесеңіз болады. Қазір осы Google Chrome'ға кіреміз. Поисковикке ағылшынша Pinduoduo app деп дәл осылай жазасыздар. Осылай сайттары ашылады. Мына біріншісі көкпен белгіленген официальный сайты. Мына астындағы екіншісі де официальный сайты. Біздер мына астындағы белгіленген сайттан жүктейтін боламыз. Осылай ашылады. Мына скачать дегенді басасыздар. Мінеки жүктеліп жатыр. Үстінде скачивание файла деп осылай жазылып тұрады. Кішкене күтеміз. Арасында осындай реклама шығып кетуі мүмкін. Осындай рекламаларды білмей қалып, ашып қалып жүрмеңіздер. Осы жерде кішкене күте тұрасыңыздар. Өзі открыть файла деп шығады. Мінеки шықты. Соны открыть деп басасыздар. Сосын установить дегенді басасыздар. Осылай шығады. Подробнее дегенді басасыздар. Сосын все равно установить дегенді үстінен басасыздар. Енді открыть деген батырманы басасыздар. Мына жасыл батырманы басасыздар. Осылай ашылады. Мына көк жазуы бар батырманы басасыздар. Мұндай болып шықса, бұл дұрыс емес. Мұнда плюс деп сан тұру керек негізі. Егер сіздерде де осылай шықса, онда назадты басып шығып кетесізде. Астындағы мұндай батырманы басасызда. Ашық тұрған страницалардың бәрін жауып, обновление жасап аласызда. Жүктеп алғаннан кейін осылай экранның бетінен шығады. Pinduoduo'ға қайттан кіреміз. Осылай ашылады. Мына көк жазуы бар батырманы басасыздар. Осылай плюс 86 деп шығу керек. Үстінде ел таңдау деген иероглифтері бар. Осы қазір 86-ны кетіреміз де, орнына 7 деп жазамыз. Мына жерге өзіңіздің телефон номеріңізді осылай жазасыңыздар. Сосын мына қызыл батырманы басасыңыздар. Сіздің телефон номеріңізге код келуі керек. Кейде код сразу келмейді. Екінші, үшінші рет жібергенде келуі мүмкін. Егер код келмесе, мына жерде мынау қызыл болып тұрады. Соны қайттан басып, қайттан сұратасыз код. Маған келді сразу. Кодымызды тереміз. Осылай ашылады. Осы жерде мына назад деп, мына стрелканы басып шығып кетеміз. Мына астындағы домалақ смайлик сияқты профиліміз, соны басамыз. Осылай үстінде телефон номерлеріңіз тұрса, сәтті регистрация жасалды. Регистрация жасау сабағы аяқталды. Ал енді тағы бір ең басты қадамдарының бірі, Pinduoduo'ға төлем картамызды, Gold картамызды тіркейтін боламыз. Pinduoduo қосымшасына кіреміз. Кіргеннен кейін астындағы оң жағындағы соңғы батырма сіздің жеке кабинетіңіз. Осы жеке кабинетке өтеміз. Өткеннен кейін мына грузовик, сағат, осылардың астында осындай жолақ, бұл жерге төлем карталарыңызды енгізесіңіздер. Мына жерде Dodo Amian деп тұр. Осы жолақшаны үстінен басамыз. Басқаннан кейін бізді бірден карта енгізетін жерге алып келеді.
Жоғары жақта бұл Қытайдың банктары, бұлар бізге қажет емес. Мына жерде біздің өзіміздің картамызды енгізетін бағана ашылып тұр. Осы жерге картаңыздың 12 сандық кодын жазасыз, немесе бірден суретке түсіруге болады. Біздер қазір картаның артындағы кодты жазамыз. Жаздық, міне виза карта деп шықты. Енді әрі қарай мына қызыл батырманы басамыз. Басқаннан кейін мына бағандарды толтырып шығуымыз керек. Бірінші, өзіңіздің картаңызда атыңыз қалай жазылып тұр, тура солай осы жерге енгізу қажет. Осылай барлығы үлкен әріппен. Бұдан кейін екінші жарамдылық мерзімін жазуымыз керек. Картаңызда қалай көрсетіліп тұр, дәл солай жазамыз. Карта мерзімін таңдап, осыны басасыз. Осы жерге картаның артындағы 3 таңбалы кодты жазамыз. Осы жерге енгіземіз. Барлығын толтырып болғаннан кейін, мына қызыл батырманы басып, өзіміздің картамызды сәтті түрде тіркейміз. Осы жерде бізге 6 таңбалы кодты жазуымыз қажет. Оны өзіміз ойдан ұмытып қалмайтындай жазамыз. Әрбір товарды сатып алған сайын сізден міндетті түрде 6 таңбалы кодты сұрайды. Ұмытып қалмайтындай бір жерге жазып қойыңыздар. Ұмытып қалсаңыз, оны восстановить ету оңай емес. Әркім өзі ойдан 6 таңбалы кодты жазады. Қазір қайталап жазу керек сол кодты. Қайталап жаздық. Осымен мен өзімнің картамды сәтті түрде енгіздім. Мінеки, қазір қарайтын боламыз. Жаңағы мына профиль бетіндегі мына батырманы басамыз. Қарасаңыздар, карта мына осы жерде орналасқан. Жаңағы тіркеген картамыз осы жерде тұрады. Міне соңғы 4 саны жазылып тұр. Енді келесі логистикалық компания, яғни карго толтырып, осы картамызбен любой товар алып төлем жасауға болады. Біздің жұмыс жасайтын каргомыз жаңа пост компаниясы. Карго дегеніміз біздің Pinduoduo'дан 1688 Taobao басқа да Қытай сайттарынан заказ берген товарларымызды Қытайдан Қазақстанға жеткізетін логистикалық компания. Осы жаңа пост компаниясы Pinduoduo платформасымен официальный серіктес болған бірінші компания. Pinduoduo'ға кірген кезде Қазақстандағы адресімізді толтырғаннан кейін өзі автоматически шығады жаңа пост деп. Басқа да карголармен заказ беруге болады. Қазіргі таңда карголар өте көп ашылып жатыр. Егер де басқа каргомен заказ беретін болсаңыздар, сол заказ берейін деп отырған каргоның менеджерінен карго код сатып аласыздар. Кейбір жаңадан ашылған карголар тегінде береді карго кодты. Карго код деген бір-ақ рет берілетін ID код. Сатып алатын болсаңыз, бір-ақ рет төлеп аласыз. Карго код товарыңыз жоғалып кетпес үшін беріледі. Сол манағы менеджер сізге карго кодпен бірге сізге Қытайдағы складтың адресін береді WhatsApp-пен. Бұл егерде басқа каргомен заказ беретін болсаңыз. Ал осы жаңа постта карго код берілмейді. Pinduoduo'ға тек Қазақстандағы адресімізді толтырамыз. Қазір сол Pinduoduo'ға кіріп Қазақстандағы адресімізді толтыратын боламыз. Мына астындағы менің деген профиль бетіне өтеміз. Бұрын мына адрес толтыратын геолокация знагы осы жерде тұратын. Қазір өзгерді. Мына жоғарда сіздің номеріңіздің астында тұрады. Соған басып кіреміз. Қазір менде осы жерде бір карго адрес тіркеліп тұр. Бірінші рет кірген кезде мұндай жерде ештеңе болмайды. Мына қызыл батырма плюс деп тұрған добавление адреса деп орысша жазылған. Бұған Қазақстандағы адресімізді тіркейтін боламыз. Осы қызыл батырманы басып кіреміз. Осылай анкета шығады, осыны толтырамыз. Мына біріншісіне әркім өзінің аты жөнін ағылшынша жазады. Екіншісіне әркім өзінің сотовый номерін жазады. Келесісіне әркім өзінің облысын таңдап жазады. Мысалы, менікі Маңғыстауский область, Ақтау қаласы. Әрі қарай бізде микрорайондар шығады. Мен өзімнің микрорайонымды таңдадым. Келесі подробный адреске енді толық адресімізді жазып шығамыз. Көше болса көше, үйіңіздің номерін осында жазып шығасыз. Мысалы, менде 10-шы микрорайон, 25-ші дом, мен осылай жазып қойдым. Әрі қарай почтовый индекс өзі автоматты түрде шығады. Сосын мына қызыл батырманы басып сақтаймыз. Мінеки Қазақстандағы адресіміз тіркелді. Менде мұнда қазір енді 2 карго адрес. Қазіргі таңда менде бірінші карго таңдалып тұр. Мына қызыл птичка бірінші каргода тұр. Қазір мен заказ беретін болсам, осы бірінші каргомен заказ беріліп кетеді. Ал жаңа пост компаниясымен заказ беру үшін мен мына астындағы жаңағы тіркеген адресімді таңдауым керек. Осы жерді басып, үстінен қызыл птичканы белгілеп қоямын. Егер бірнеше карго болатын болса, осылай птичка қойып белгілеп аламыз заказ берейін деп отқан каргомен.
Тағы да бір маңызды айта кететін жайт, қазір мысалы бір товарды алып көрсетейін. Мысалға бір любой затты алайық. Мына қара сумканы алайық. Осы дүкенге кіреміз. Сатып алатын кезде осылай екі батырма болады. Біреуі розовый, біреуі қызыл. Біз осы қызыл батырмамен аламыз. Бұның бәрін қазір алдағы уақытта да мен сізге айтатын боламын. Ал қазір мен сізге каргоға байланысты тағы бір маңызды моментті көрсетіп кетейін. Қызыл батырманы басамыз. Мына жерде үстіне қарасаңыз, қазір басқа карго белгіленіп тұр. Ал мына біздің жаңағы толтырылған Қазақстандағы адресіміз. Мына жерде басқа карго белгіленіп тұр. Қазір біз соны өзгертеміз. Осылай үстіне қарағанда осындай серый грузовик тұрады, соның қапталында. Қазір осы стрелканы басамыз. Осылай осы жерде бірнеше карго шығады. Қазір осы 139 экспресс деген карго белгіленіп тұр, птичка қойылып. Мына карголардың әрқайсының тарифі да әртүрлі екен. Мына 786 экспрессте $4, мына бипостта 3-7 $. Бірақ бұл карголарды таңдап заказ беріп жүрмеңіздер. Сенімсіз, белгісіз карголармен заказ бермеген дұрыс. Себебі товарыңыз жоғалып кетуі мүмкін. Ал біздің жұмыс жасайтын каргомыз жаңа пост, мінекей ең астында тұр. Қазір осы жаңа посттың үстінен басып таңдап белгілеп қоямыз. Осылай үстінен басқанда птичка қойылады. Мінекей менің толтырған адресіма қарай жаңа посттың маған жақын филиалдары шығып тұр. Қазір мына филиал адресі деп тұрған осы батырманы бассақ, мінекей мынау менің толтырған адресім. Ал мына астындағылар менің адресіме жақын, менің қаламдағы филиалдары. Ақтаудың өзінен бірнеше филиал ашылған екен. Осылай әркім өзінің адресін толтырғаннан кейін өзінің қаласындағы адресіне жақын филиалдары шығып тұрады. Осылай өзіңізге жақын филиалды осылай үстінен птичка қойып таңдап аласыз. Мен уже белгілеп қойғанмын. Сіздер де солай белгілеп қоясыз. Өзімізге жақын филиалды таңдап алғаннан кейін мына үстіндегі X-ті басып немесе назатты басып шығып кетеміз. Жаңа постты таңдадық, филиалымызды таңдадық. Енді мына растау деген қызыл батырманы басамыз. Мінекей мына жерде мана экспресс деп басқа карго тред енді жаңа пост болып өзгерді. Заказ берерде міндетті түрде осылай үстіндегі серый грузовиктің қапталын қарап қойыңыздар. Себебі ол арасында ауысып кетуі мүмкін. Ауысып кеткен жағдайда манағындай кіріп, таңдап, птичка қойып белгілеп аласыз. Мінекей қайттан осыны басқанда жаңа біз таңдаған соң жаңа постта тұр. Осымен Pinduoduo'ға Қазақстандағы адресімізді толтырып болдық. Енді жаңа посттың приложениесін App Store'дан немесе Play Market'тен жүктеп аламыз да соған регистрация жасайтын боламыз. Сосын Pinduoduo'дан заказ берген товарымызды жаңа пост приложениесінен бақылап отырамыз. Ең алдымен Play Market'ке кіреміз де поисковикке жаңа пост деп жазамыз. Мінекей шықты, осы жасыл приложениені жүктеп аламыз. Жүктеп алдық, енді соған кіреміз. Осы жерге өзіміздің қолданып жүрген номерімізді жазамыз. Pinduoduo'ға регистрация жасаған номермен осы жаңа пост приложениесіне регистрация жасаған номер екеуі сәйкес бір номер болуы керек. Осы жерге сотовый номерімізді тереміз. Сотовый номерімізге SMS келеді. Мінекей SMS келді. Мына разрешить дегенді басамыз. Так, мына жерде де разрешить дейміз. Разрешить приложению снимать фото и видео деп тұр. Регистрация жасап болдық. Осылай ашылады. Бұл приложениеда арасында обновление болып, жиі өзгерістер болып тұрады. Сол себепті сіз кірген кезде кішкене басқаша болса, ештеңе етпейді. Ең басты керекті батырмалары солаймен тұрады. Ондай қиын емес, жаймен деп қарап тауып аласыңыздар. Ең басында осы приложенияға регистрация жасап кірген кезде осылай сізде алушы жоқ, алушыны енгізіңіз деп шығады. Осы жерден сразу жалғастыру дегенді басып, удостоверениеңізді тіркесеңіз болады. Бұл жаңа постта удостоверение тіркеу міндетті. Удостоверениемізді тіркеген кезде товарымыз жоғалмай келеді Қазақстанға. Мына артында да құжат тіркеу деп тұр. Осы құжат тіркеуді басып та құжатыңызды тіркесеңіз болады. Ал енді удостоверениемізді тіркеп тастайық. Мына жалғастыру дегенді басамыз. Осылай ашылады. Мына жерде удостоверениеміздің алды мен артын суретке түсіруіміз керек. Галереяда удостоверениеңіздің суреті болса, галереядан алып қоюға да болады. Или осылай жеке куәліктің алдыңғы көрінісі дегеннің үстінен басып, сразу суретке түсіріп қойсаңыз да болады. Удостоверениенің алдыңғы көрінісі дегенге удостоверениенің алдын түсіресіз, ал артқы көрінісі дегенге удостоверениеңіздің артын түсіріп аласыз. Удостоверениеңізді жарық жерге анық қылып, дәл осы квадратиктің ішіне сиятындай қылып түсіріңіз. Болғаннан кейін мына жасыл жалғастыру деген батырманы басамыз. Удостоверениені түсіріп болғаннан кейін, жалғастыруды басқаннан кейін келесі қадам мекен жайды толтырамыз. Біріншісі облыс, қала, аудан дегенге әркім өзінің облысын таңдайды.
Так, мен өзімдікін Маңғыстау облысын таңдаймын. Келесі қалалар шығады, өзіміздің қаламызды таңдаймыз. Келесі бізде осылай микрорайондар шығады. Мен өзімнің микрорайонымды таңдадым. Келесі мекен жайымызды жазамыз. Әркім өзінің мекен жайын жазып шығады. Келесі астына әркім өзінің телефон номерін жазады. Сосын келесі мына жалғастыру дегенді басамыз. Келесі осылай қолтаңбаны салу деп шығады. Әркім өзінің қолтаңбасын салады. Осылай салып болғаннан кейін мына жасыл сақтау деген батырманы басамыз. Сосын келесі мына жалғастыру деген батырманы басамыз. Осымен құжат тіркеп болдық. 1 сағаттың ішінде, егер дұрыс болса, өзі тіркеледі. Ал енді жаңа пост приложениесінің ең маңызды басты батырмаларымен танысып өтейік. Мынау астындағы домик ең басты беті. Қазір сол ең басты бетінде тұр. Осы басты бетте жаңа пост компаниясының барлық ақпараттары бар. Жаңа пост компаниясының Instagram парақшасы да бар осы бетте. Жаңа постқа байланысты барлық сұрақтарыңыз бойынша осы басты бетінде колл-центр номері, менеджерлерінің номерлері бар. Келесі батырма астындағы тапсырыс деген батырма. Бұл жерде сіздің Pinduoduoмен заказ берген товарыңызды қай жерге келгенін көріп отырасыз. Pinduoduoмен берген заказыңыз бірінші күтілуде жанып тұрады. Одан кейін мына қоймада дегеніміз, сіздің Pinduoduoмен берген заказыңыз Қытай складына жеткен кезде осы қоймада көрсетіліп тұрады. Одан кейін мына жолда дегеніміз, жаңағы Қытай складынан жолға шықты деген. Одан кейінгі мына сұрыптау дегеніміз Алматыдағы ең басты үлкен склад. Соған жеткен кезде товарыңыз осы сұрыптауда көрсетіліп тұрады. Бірінші Қытайдан сол Алматыдағы складқа түседі товар. Сосын барып жан-жақтағы қала аудандағы бөлімшелерге жіберіледі. Сол кезде товарыңыз мына жеткізілуде көрсетіліп тұрады. Одан кейін товарыңыз бөлімшеге жеткен кезде мына бөлімшеде көрсетіліп тұрады. Ал мына алынды деген товарыңызды алып кеткеннен кейін осы алынды деген жерде көрсетіліп тұрады. Енді келесі мына астына қарасаңыз хабарлама деген батырма. Бұл жерде сізге товарыңыздың қай жерге келгені, кеткені SMS болып келіп отырады. Келесі мына менің деген профиль беті. Бұл жерде сіздің GP кодыңыз, сіздің номеріңіз көрсетіліп тұрады. Товарыңыз қалаңыздағы бөлімшеге жеткен кезде осы GP кодты бөлімшедегі адамға көрсетіп товарыңызды алатын боласыз. Мына жерде бөлімшені өзгерту деген бар. Сіз осы жерде өзіңіздің бөлімшеңізді өзгерте аласыз. Бұл жерде барлық бөлімшелердің филиалдары тұрады. Өзіңізге жақын филиалды осы жерден таңдайсыңыз. Мұнда филиалдардың адрестеріне шейін көрсетілген. Әркім өзінің филиалын таңдап, мына жерге птичка қояды да, астындағы мына сақтау деген жасыл батырманы басамыз. Pinduoduoға адрес толтырып болдық. Төлем картамызды да тіркеп болдық. Ал енді Pinduoduo сайтындағы ең басты маңызды батырмалармен танысатын боламыз. Pinduoduo сайтына кірместен бұрын осы екі приложениені Play Market'тен немесе App Store'дан жүктеп алыңыздар. Мына біріншісі конвертер валют. Юаньді теңгеге осымен айналдырып біліп отырамыз. Ал мына екіншісі Google переводчик. Бұл переводчик арқылы біз Pinduoduo сайтын аударып отырамыз. Ал қазір Pinduoduo сайтына кіреміз. Pinduoduoға кірген кезде мына астында сол жағында осындай қызыл домиктің суреті бар. Бұл домик дегеніміз мына басты беті. Қазір осы домикте басты бетінде тұр. Ал мына ең үстіне қарасаңыз, үстінде оң жағында осындай фотоаппараттың суреті бар. Қасында осындай лупаның суреті бар. Бұл жерге товардың атын жазып іздейміз. Мына камерамен товар іздегенде үстіне басамыз. Любой товарды, затты осылай үстінен суретке түсіріп іздесеңіз де болады. Мінекей жаңағы суретке түсіріп алған ойыншық шықты. Сосын басқада осыған ұқсас ойыншықтар шықты. Бұл ойыншықты негізі біз детский мирдан 14 000 теңгеге сатып алғанбыз. Ал мұнда 68 юань 4200 теңге деп тұр екен. Қазір назатты басамыз. Сосын мына жерде любой затты суретке түсіріп алып, сосын галереядан суретті қойып іздесеңіздер болады. Назат басып шығып кетеміз. Ал енді мына поискпен товар іздеуді қараймыз. Орысшада жазуға болады, мысалы сумка деп жазамыз. Сонда осылай сумкалерді шығарып береді. Тағы да мысалы кроссовка деп жазсақ, кроссовкалардың түр-түрін шығарып береді. Осылай іздеуге де болады жазып. Осылай орысша переводын жазып іздейтін болсаңыз, бір керекті батырмалар үстінен шықпайды осы жерден. Сол үшін біз қазір переводчикке кіріп, алайын деп отқан затымыздың орысшасын қытайшаға айналдырып аламыз. Так, мына жерде китайшадан орысшаға деп тұр. Біз орысшадан қытайшаға деп наоборот қоямыз. Мына стрелканы басып қаламыз. Енді мысалы женская сумка деп жазамыз. Мінекей қытайшасы шықты.
осыны мына копировать дегеннің үстінен басып копировать етіп аламыз. Сосын мына Pinduoduo'ға кіреміз де мына поискке вставить деп қоямыз жаңағы сөзімізді. Сонда мінекей барлық сумкалардың дүкендері шықты. Ал мына үстінде бізге осындай керекті батырмалар шықты. Осылай переводчик арқылы аударып қытайшасын осы поискке жазған кезде шығады осы батырмалар. Мына бірінші батырма 10 миллиард субсидий деген. Бұл жерде сапасы жақсы, кішкене скидкаға түскен товарлар шығады. Қазір сол кнопканы басамыз үстінен. Қарасаңыз осындай қызыл белгілері бар дүкендер шықты. Бұл белгі дегеніміз 10 миллиард субсидия. Pinduoduo платформасы арасында осылай скидка жасап отырады. Мысалы, мына сумканың бағасы 39 юань деп тұр. Негізгі мына сумканың бағасы қымбаттау болады. Мысалы 100 юань делік. Сонда 61 юаньнің Pinduoduo платформасы мына дүкенге төлейді. Адамдар сапалы товарды да арзан бағаға алсын деп, Pinduoduo платформасынан кетпесін деп, адамдарға жасап отқан сондай өздерінің скидкалары. Бұл белгісі бар дүкеннен қорықпай заказ берсеңіздер болады. Бұл белгіні сатылымы жоғары брендовый дүкендерге береді. Мына қара белгіні көріп тұрсаңыз, бұл белгі бренд дегенді білдіреді. Бұл жағдайда Қытайдың ішкі бренд дүкендері. Дүкеннің астында бұл белгі тұрса, бұл да жақсы сапалы товар дегенді білдіреді. Жоғарыда осындай батырмалар бар. Бұны біз түсінбегендіктен скриншот жасап аламыз да Google переводчикқа кіріп жаңағы скринді қоямыз. Мына астындағы фотоаппараттың суретін басамыз. Жаңағы скрин жасаған суретімізді қоямыз. Мына жерде русскийдан китайскийға деп тұр. Перевод наоборот жасаймыз. Китайскийдан русскийға деп. Мына жерде переводты үлкейтіп қараймыз. Жаңағы батырмалардың орысша переводын көрсетеді. Түсінбеген жеріңізді осылай скриншот жасап Google переводчикке қойып переводтап қарасаңыз болады. Қайтып Pinduoduo'ға кіреміз де мына үстіндегі батырмаларға қараймыз. Мына бірінші батырма жаңа айтылған 10 миллиард субсидия. Бұл батырманы бассаңыз сапалы әрі арзан товарды сізге шығарып береді. Ал мына екінші батырма оттың суреті бар. Бұл батырманы бассаңыз сатылымы көп болған дүкендерді шығарып береді. Мінекей қарасаңыз мына дүкендердің көпшілігінде осындай серый Б деген әріп сияқты иероглиф бар. Міне осындай Б сияқты иероглиф. Бұл Б дегеніміз 10 мың дегенді білдіреді. 10 мыңнан астам сауда болды деген. Келесі үстінде мына батырма осындай үстіне астына стрелкасы бар. Бұны бір рет бассақ үстіндегі стрелкасы жанады. Сонда іздеген затыңыздың бағасы ең арзанынан бастап шығарып береді. Оны үстінен тағы бір бассақ астындағы стрелкасы қызыл болып жанады. Сонда іздеген затыңыздың қымбат түрлерін шығарып береді. Мына келесі батырманы бассаңыз сізге кілең брендовый дүкендерді шығарып береді. Көптеген Қытайдағы атаулары бар ішкі брендовый дүкендерді шығарып берді. Мына сол жағында қапталында көптеген бренд аттары жазылған. Яғни брендовый сумка сататын дүкендердің аттары. Төменге жүре берсеңіз осылай түр-түрі шыға береді. Мына жерде тағы фильтрмен іздеу деген бар. Бұл жерде түсінбесеңіз скриншот жасап переводчикке қойып, бұл жерде размерін, материалын осы фильтрге белгілеп іздесеңіз де болады. Ал енді қайтадан мына басты бетіне өттік. Жаңағы фотомен іздеу, поискке қойып іздеу сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі мынандай үстінде категориялар бар. Оң жаққа қарай жылжытсаңыз көптеген категориялар шыға береді. Мына ең біріншісі бізге ұсынылатын бетіміз. Төменге түсе берсеңіз осылай бізге ұсынылған товарлар шыға береді. Ал мына келесі категория, бұны да біз түсінбегендіктен бірінші скриншот жасап аламыз. Сосын Google переводчикке қойып аударып қараймыз. Жаңағы категориялардың біріншісі рекомендовать деген, екіншісі универмаг, үшіншісі обувь и сумка. Осылай аударып қарап аласыздар. Қайттан Pinduoduo'ға кіреміз. Так, екінші категория жаңағы универмаг, мына категория. Одан кейінгі категория обувь и сумки. Аяқ киімдер мен сумкалардың категориясын шығарып береді. Одан кейінгі категория іш киімдер мен үйге арналған киімдер. Мысалы, мына женский іш киімге кірсек, кілең осындай іш киімдердің әртүрлі дүкендерін шығарып береді. Келесі категория телефондар мен телефондарға арналған товарлар. Әр категорияны басқан сайын осылай суретімен түсінікті болып шыға береді. Келесі категория осындай электроприборы, осындай кондиционер, стиральный машина, тағысын басқа деген сияқты. Одан кейінгі категория мамочкалар мен балаларына арналған товарлар. Келесі категория үйді сәндеуге арналған товарлар. Одан кейінгі мужской киімдер. Одан кейінгі косметикалар, уходовый косметикалар. Одан кейінгі домашний текстиль. Келесі одан кейін женский киімдер.
Одан кейінгісі бижутериялар, одан кейін мебель. Солай үстінен бассаңыз болғаны суреттерімен бірге түсінікті болып шыға береді. Ал енді қайтадан манағы басына барайық. Жаңағы категориялардың астында осындай иконкалар бар. Осылардың ішіндегі бізге ең керегі осы будильник. Осы будильникті бассаңыз, скидкаға түскен дүкендердің товарларын бізге шығарып береді. Төменге түсе берсеңіз, осылай товарлар шыға береді. Бұл жерде де осылай үстінде категориялармен көрсетілген. Мысалы, мына категорияны бассақ, мына жерде брендовый товарлардың скидкада тұрған дүкендері шығады. Ал мына екіншісінде сағаттың суреті бар. Бұл жерде скидканың бітуіне аз уақыт қалған дүкендерді шығарып береді. Сосын осындай үстінде сағаттың уақыты көрсетілген. Бұл скидканың басталатын уақыты. Осылай астына түсе берсеңіз, товарлар шыға береді. Бұл батырмалар обновление болған сайын жиі өзгеріп отырады. Мына жерде мына батырмада тоже скидка. Мына жерде топтасып, мында көрсетілген 3 адам болып қосылып алатын болсаңыз, осындай скидка бағамен аласыздар. Осылай төменге түсе берсеңіз, товарлар шыға береді. Мына жерде осындай розовый мешоктың суреті бар. Бұл жерде тоже брендовый, качественный товардың скидкада тұрған жері. Сосын мына басты бетінде тағы да осындай 9-9 деген иконка бар. Бұл жерде ұсақ-түйек товарлар болады. Бұл жерде де арзан, скидкамен тұрған товарларды табуға болады. Мысалы, төменге түсе берсек, мына айнаны қараңызшы. Қазір соған кіреміз. Қазір бағасын қараймыз. Мына төлем батырмасын басамыз. Мына жерде әртүрлі размердің бағалары да әртүрлі. Мысалы, мына біріншісін таңдасақ, 22 сантиметрлі түрі 5,85 юань. Теңгемен 369 теңге екен. Осы айна маған ұнады, арзан екен. Сосын біз бұл айнаның отзывын қараймыз. Назатты басамызда, дүкенге кіргенде астына қарай кішкене түссек, осындай отзывы бар. Сатып алған адамдардың қалдырып кеткен живой фотолары, отзывтары осы жерде болады. Бұлай ничего, нормальный айна сияқты. Ал енді назатты басып, манағы басты бетіне өтеміз. Енді мына жерде астына қарасаңыз, осындай батырма бар. Бұл TikTok версия сияқты, адамдар бұл жерде прямой эфирмен сатады. Бұны да астына жылжытып, прямой эфирлерді қарасаңыз болады. Сосын осы жерде осындай сообщениенің белгісі. Бұл жерде сіздердің барлық SMS уведомленияларың осы жерде болады. Дүкендердің сіздерге жауап берген SMS-тары, барлық SMS уведомлениялар осы жерде болады. Енді мына ең астында оң жағында осындай смайлик сияқты менің деген профиль беті бар. Бұл жерде сіздің заказ берген товарыңыздың жолға шыққанын көресіз. Мына бірінші кошелектің белгісі. Сіздің заказ бере алмай қалған, төленбей қалған товарыңыз осы жерде тұрады. Келесі мына батырма. Біздер топтасып заказ беру арқылы берген заказымыз, кейде адамдар жиналмай қалған кезде, адамдар жиналып болғанша біздің затымыз осы жерде тұрады. Сосын адамдар жиналып болғаннан кейін сатып алынып кете береді. Одан кейін мына сағаттың белгісі. Жаңағы белгіден кейін мына сағатқа ауысады алған затымыз. Товар сағатқа түскеннен кейін продавецке уведомление болып барады. Сосын продавец оны орап, упаковать етіп, курьерге тапсырады. Келесі мына грузовиктің белгісі, товарымыз жолға шықты деген. Одан кейінгі мына звездочка белгі. Бұл жерде товарымызға отзыв қалдыруға болады, отзыв қалдырмауға да болады. Одан кейін мына звездочка мен грузовиктің үстінде осындай батырма бар, иероглифпен жазылған, стрелкасы бар. Бұл жерде сіздің барлық сатып алған, сатып ала алмай қалған товарларыңыз осы жерде тұрады. Қазір соған кіріп көрейік. Бұл жерде осылай әр товардың астында осындай 2 кубик сияқты 2 батырма болса, бұл сіздің сатып ала алмай қалған товарларыңыз. Ал осындай 3 батырма болса, онда ол сіздің сатып алған товарларыңыз. Барлық заказ берген товарларыңыз осында болады. Назад басамыз. Келесі мына батырма. Бұл Dodo кошелек. Бүткіл төлем картасына байланысты операциялар осы жерде жасалады. Төлем карта тіркеу, төлем карта өшіру деген сияқты. Төлем пароліңізді ұмытып қалсаңыз да, онда осы жерден ауыстырасыз. Келесі батырма мына купондар. Купондарда пайдалану. Осы батырманы басып кіреміз. Бұл жерде берілген купоны бар товарлар тұрады. Мысалы, мына біреуін алатын болсаңыз, мысалы, мына духиді алайық, қызыл батырманы басасыз. Батырма сары болып кетті. Жаңағы купонды біз активировать етіп қойдық. Енді мына жерде уақыты көрсетіліп тұр. Осы уақыт біткенше біз товарды алуымыз керек. Бізге осында 20 купон беріп отыр. Біз осы 20 купонды қолданғаннан кейін, біз осы 6,67 бағамен аламыз. Назатты басып, профиль бетіне өтеміз қайттан. Келесі батырма мына жүрекше. Біздер ұнаған товарымызды дүкенге кірген кезде
жүрекшені басып сақтап қоямыз. Сол сақтап қойған товарларымыз осы жерде тұрады. Мысалы, мына менің сақтап қойған товарларым. Қазір товар алатын кезде сізге жақсылап түсіндіріп айтамын тағы да. Қазір назатты басып, келесі батырмалармен танысып өтейік. Мына келесі плюс деген батырма. Сіздердің тіркеліп қойған дүкендеріңіз осы батырманың ішінде тұрады. Келесі мына табанның суреті бар батырма. Бұл жерде сіздердің қарап кеткен дүкендеріңіздің барлығы осы жерде тұрады. Мысалы, бір товарды сохранить етуге ұмытып кетсеңіз, осы жерге кірсеңіз, табасыз қараған дүкендеріңіздің барлығын. Назад басып шығып кетеміз. Келесі батырма мына юаньның белгісі бар. Бұл жерде сіздердің возврат жасаған товарларыңыз осы жерде тұрады. Мысалы, мінекей мен бір товарға возврат жасадым, сол мында тұр. Бұдан назад басып шығып кетеміз де. Енді тағы келесі керекті батырма осы настройки. Pinduoduo приложениесіне обновление жасау керек болса, осы настройкаға кіріп жасаймыз. Қазір сізге обновление жасауды көрсетемін. Ол үшін осы настройкаға кіреміз. Кіргеннен кейін ең астына түсеміз. Сол кезде астында осындай батырма бар. Мына ең астындағысы. Мына жерде осылай қызыл белгі тұрса, сіздің Pinduoduo версияңыз уже ескі деген, обновление жасау керек деген сөз. Осы батырманы басып кіреміз. Мына жерде мына ең бірінші батырма. Мына бірінші батырмада да осындай қызыл белгісі бар. Обновить ету керек кезде осындай болып тұрады. Қазір үстінен осы батырманы басамыз. Сосын осылай ашылады. Мына қызыл батырманы басамыз. Болды, енді қазір обновление болып жатыр. Қазір мына ең үстінен загрузканы қараймыз. Мінекей обновление болып жатыр. Болды, мінекей обновление болған сияқты. Енді мына настройканы басамыз. Сосын мына жерде Pinduoduo'ны, менде Pinduoduo өшіріліп тұр екен, соны қосамыз. Қостық, енді мына обновитті басамыз. Сосын мына открыть дегенді басамыз. Мінекей Pinduoduo жаңа версиясына обновление жасап болды. Қазір қайтадан манағы настройкаға кіріп көрейік. Мына менің деген профиль бетіне өтеміз. Сосын қайтадан мына настройкаға кіреміз. Кіргеннен кейін ең астына түсеміз. Мына ең астындағы батырманы басамыз. Мына жерде астына қарасаңыз, мана 6.93 болды версиясы, енді 6.95-ке ауысты. Арасында Pinduoduo приложениесі дұрыс жасамай қалса, көптен обновление жасалмаған болса, осылай обновление жасап жүрсеңіз болады. Осылай обновлениеден кейін проблемаңыз шешіліп кетуі мүмкін. Енді назад басып, қайттан шығып кетеміз, мына менің профиль бетіне. Ал енді келесі батырма мына наушниктің суреті бар батырма. Бұл батырмада өте керекті батырма. Қазір соған басып кіреміз. Кіргеннен кейін осылай ашылады. Одан кейін мына мен көкпен белгілеп қойған осы батырмаға кіріңіз. Бұл жерде мына біріншісі, егерде продавец сізге дұрыс қызмет көрсетпеген болса, екіншісі, егерде сізбен дөрекі сөйлескен болса, үшіншісі, логистика арқылы сіздің товарыңызды складқа дұрыс жеткізбеген болса, төртіншісі, возврат жасаған кезде ақшаңызды дұрыс қайтармаған болса, және де бесіншісі, товарыңызды дұрыстап упаковкалеп орап жібермеген болса, осы жерлерге кіру арқылы Pinduoduo сайтына бүкіл наразылықтарыңызды жаза аласыздар. Сол кезде Pinduoduo сайты мүмкіндігінше сіздің барлық проблемаларыңызды шешіп беруге тырысады. Әрі қарай түсінбесеңіз, түсінбеген жерін скриншот жасап, Google переводчикке қойып аударсаңыз болады. Жазатын арызыңызды да Google переводчик арқылы аударып, сонда қойып жазсаңыз болады. Ал бұдан енді назад басып шығып кетеміз. Pinduoduo сайтындағы нағыз керекті батырмалармен танысып болды. Ал енді Pinduoduo'дағы дүкендердің маңызды белгілерімен танысамыз. Сапалы әрі арзан товар алуды сізге үйрететін боламын. Pinduoduo сайтында өте арзан товарларға қызығып, кез келген дүкендерден заказ беруге болмайды. Заказ берген товарыңыз шамалы болып келуі мүмкін. Себебі ол жерде неофициальный, әртүрлі алаяқ дүкендерде жетерлік. Ал енді басты бетіне өтіп, дүкендердің маңызды белгілерімен танысайық. Қазір мына жерде қандай белгілер бар екен қараймыз. Мысалы, мына футболканы алайық. Мына дүкенде осындай белгі бар екен. Бұл белгінің мағынасы Pinduoduo платформасының бренд өнімдерге берілген субсидиясы. Яғни субсидия болғанда белгілі бір бренд өнімдердің бағалары қымбат болады, иә? Мысалы, қазір мына қара футболканың бағасы 28,6 юань. Негізгі бұл бренд футболканың бағасы қымбатырақ. Мысалы, 50 юань дейік. Бұл жерде үстіндегі 22 юаньды Pinduoduo платформасы өзі дүкеншіге төлеп береді. Pinduoduo платформасы адамдарға осылай сапалы бренд өнімдерді арзан бағаға алсын деп скидка жасап отырады. Бұл белгіні кез келген дүкенге бере бермейді. Тек осындай брендовый магазиндерге, сатылым саны жоғары, обороты көп дүкендерге береді. Келесі мына футболканың астында осындай қара белгі бар. Бұл брендовый магазиннің белгісі. Көп жағдайда Қытайдың ішкі бренд магазиндері. Бұл дүкенде тағы бір жақсы белгі бар екен осындай. Бұл белгі дегеніміз флагманский магазин.
Бұл бір дүкеннің өзінде 3 жақсы белгісі бар екен. Мынау 4898. Бұл футболканың сатылым саны. Ал мына үстіндегі мына свитерде мінекей осындай сормен жазылған Б әрпі сияқты иероглиф бар. Бұл иероглиф 10 мың дегенді білдіреді. Сонда бұл свитерді 10 мыңнан жоғары адамдар сатып алған. Осылай сатылым санына да мән береміз. Енді қазір жаңағы қара футболкаға кіреміз. Кіремізде кішкене төмен түсеміз. Бұл жерде қарасаңыз, осындай 100% бренд деген белгі бар. Сосын мына жерде грузовиктің белгісі бар. Бұл 11 сағаттың ішінде товарыңызды салып жібереміз деген. Сосын тағы бір осында жақсы белгісі бар екен. Осы мына плюс-минусы бар. Бұл белгі товардың сапасына 100% кепілдік береміз деген белгі. Енді міндетті түрде товардың отзывын қараймыз. Мінекей мына 960 деген мына отзывтары. Осының үстінен басып кіреміз. Бұл жерде сатып алған адамдардың қалдырып кеткен живой фотолары мен видеолар болады. Осылай төменге түсіп қарай бересіз. Ерінбей астына дейін біраз қараңыздар. Себебі бетінде жақсы отзывтар болады да, ал ең астында жаман отзывтар да болып қалуы мүмкін. Фотоларды жақындатып дұрыстап қараймыз. Қазір назатты басып, осылай төмен түсіп кішкене қараймыз. Міндетті түрде бұл отзывтарды аударып қараңыздар. Қазір 1-2 комментарийді скриншот жасап аламыз да, переводчикке салып қараймыз. Жаңағы скриншот жасап алған суретімізді Google переводчикке қойып қараймыз. Мұнда качество хлопка высокое деп мақтап жазған екен. Мына астында да жақсы комментарий жазған екен. Комментарийларды осылай аударып оқимыз. Қайттан Pinduoduo'ға барамыз. Так, мына комментарийлардан назатты басып шығып кетеміз. Жаңағы біз кірген комментарийлардың астында, мына 960 комментарийдің астында осындай 3 батырма бар. Соның мына үшіншісіне кіреміз. Осы үшінші батырмаға кірген кезде осы жерде жаман комментарийлар адамдар қалдырып кетуі мүмкін. Қазір бұл жерде жаман комментарий жоқ екен. Мына осы жерде серый батырма болып тұрады, жаман комментарий болса. Қазір басқасынан тағы да бір сізге көрсететін боламын. Бұл жерден назатты басып шығып кетеміз. Ал енді мына футболканың матасы қандай екенін білу үшін, мысалы мына дүкенге біз кірдік қой. Дүкенге кіргеннен кейін кішкене төменге қарай түсе береміз. Сол кезде осылай киімнің характеристикасы шығады. Мына жерде осындай белгі болса, бұл хлопок деген сөз. Бұл иероглиф болмаса, онда басқа, матасы басқа деген. Қазір біз бұл бетін скриншот жасап аламыз да, переводчикке қойып аударамыз. Мінекей қараңыз, мына жерде 100% хлопок деп жазылған. Хлопок, мұны астындағы 100%, матаның құрамында 100% хлопок деген. Қайтадан Pinduoduo'ға кірейік. Бұл футболкадан де назатты басып, қазір шығып кетеміз. Аяқ киім дүкендерінен қараймыз, қазір қандай тағы белгілер бар екен. Мына детский кроссовкада осындай бір белгі бар екен. Қарап алыңыздар, бұл белгіде өте жақсы белгі. Бұл дүкенге Pinduoduo платформасының менеджерларының берген белгісі. Бұл белгіні де кез келген дүкенге бере бермейді. Сатылым саны жоғары, жаман комментарий саны аз. Қайта келіп сатып алып жатқан клиенттер бар. Сондай сатылым саны жоғары дүкендерге береді. Қазір осы детский кроссовкаға кіріп көрейік. Мына дүкенге кіргенде тағы осындай белгі бар екен. Мына жерде осындай жұлдызшасы бар. И 1 деген жазуы бар екен. Мына топ магазиндердің ішінде сатылым жағынан бірінші орында тұр екен. Қайтып назатты басамыз. Мына дүкенде де осындай грузовиктің белгісі бар екен. Товарыңызды 18 сағатта салып жіберем деп жазылып тұр. Мұнда да осындай белгі бар екен. Товардың сапасына 100% кепілдік береміз деген белгі. Бұл жерде жаман комментарий бар ма? Қазір қараймыз. Осы жерге кіреміз. Бұл жерде де жаман комментарий жоқ екен. Қазір назатты басып шығып кетеміз. Назат басып, бұл дүкеннен де шығып кетеміз. Қазір төменге түсіп, тағы да қараймыз. Мына әйелдердің іш киімін сататын дүкен. Бұл дүкеннің сыртында жаңадай белгілер жоқ. Қазір бұл дүкенге кіреміз. Кіргеннен кейін кішкене төмен түсеміз. Кірген кезде бұл дүкенде осындай белгі бар екен. Бұл дегеніміз товарды алған адамдар ұнатып, қайта сатып алып жатыр дегенді білдіреді. Бұл да өте жақсы белгі. Ал енді Pinduoduo'дағы дүкендердің маңызды белгілерімен таныстық. Товар алғанда міндетті түрде отзывтарды оқып, жақсы белгілері бар, сатылым саны жоғары дүкендерден заказ беріңіздер. Сонда товарыңыздың сапасы жақсы болып келеді. Енді размер таңдауды және покупка жасауды үйренеміз. Мысалы, мына кофтаны алайық. Бұл дүкенде флагманский магазиннің белгісі бар екен. Осы дүкенге кірейік. Астына қарасаңыздар, осындай белгілер бар. Мына бірінші тұрған, соны бассақ,
Осы товарды сатып отқан дүкеннің ішіне кіріп кетеміз. Осы дүкеншінің барлық товарларын көруге болады. Осылай бір магазиннен бірнеше зат заказ беретін болсаңыз, товарыңыз бір числода упаковкаленіп, келген кезде бәрі бірге келеді. Ал әр магазиннен бөлек-бөлек зат алатын болсаңыз, онда бөлек-бөлек келеді. Бөлек числода келеді. Мына магазиннен мына затты басып шығамыз. Ал енді мына екіншісі жүрек. Ұнаған товарыңызды осы жүректі басып сохранить етіп қойсаңыз болады. Яғни ұнаған затыңызды осы жүрекшені басып корзинаға жинайсыз. Бірнеше товарды бірге алған кезде осылай жүрекшені басып корзинаға жинап аламыз да бір рет төлем жасап аламыз. Мінекей жүрекшені басып сохранить етіп қойдым. Келесі астындағы мына батырма. Осы батырманы басып біз продавецпен сөйлесеміз. Осы батырманы басып кіреміз. Товарға байланысты қандай да бір сұрағыңыз болса, осында жазсаңыз болады. Оны жазу үшін бірінші Google переводчикке кіреміз. Мысалы, киімнің салмағын сұрайық. Здравствуйте, сколько весит эта кофта деп жазамыз да. Мен орысша жаза беремін. Сосын сұраулы белгі қоямыз. Жазып болғасын осы жерден копировать басамыз. Сосын Pinduoduo'ға кіріп, жаңағы сообщениемізді мында вставить деп қоямыз. Мына қызыл батырманы басып саудагерге жібереміз. Кейде тез жауап береді, кейде сразу жауап бермейді. Өзі оқыған соң сізге сообщение жазып жібереді, сізге смс болып келеді. Продавец жауап бергеннен кейін оны скриншот жасап аласыз да переводчикке қойып аударып қарайсыз. Басқа да сұрақтарыңыз болса, осылай тікелей продавецке жазсаңыз болады. Мысалы, сынатын хрупкий товар заказ беретін болсаңыз, міндетті түрде продавецке товарды жақсылап орап жібер деп жазып жіберіңіз. Келесі енді астында осындай екі төлем батырмасы болады. Мына біріншісі розовый. Егерде товарды жалғыз өзіңіз алатын болсаңыз, осы бағамен аласыз. Ал біз мына қызыл батырмамен аламыз. Бұл төлем батырмасы бірлесіп топтасып алу деген. Осы батырмамен төлем жасаған кезде бұл платформада адамдар саны өте көп болғандықтан адамдар жиналғанда товарымыз алынып кете береді. Ал енді осы төлем батырмасын басайық. Батырманы басқаннан кейін осылай киімнің әртүрлі түстері мен размерлері шығады. 3 түсі бар екен, 4XL-ға дейін размері бар екен. Енді бізге керек түсін осылай таңдап аламыз да үстінен басып, мына ортасындағысын таңдадым. Ал енді размерін қараймыз. Мысалы, размерлері біздің алатын киімдердегідей SK, MK, LK, XL деп жазылған. Мына SK, MK дегеннің қапталында жақшаның ішінде сандар көрсетілген. Мысалы, мына MK-да 95-те 105 деп жазылған. Сосын осындай иероглиф бар. Бұл джин деген қытайлардың өздерінің өлшем бірлігі. Мысалы, MK-да 95-те 105 деп тұр. 95 пен 105-ті 2-ге бөлгенде салмағы 47-де 5 пен 52-де 5 килограмм аралығындағы адамдарға арналған. Мысалы, менің салмағым 55 килограмм, онда мына жерде маған L размер болады. L размерде 105 пен 120-ның аралығындағы деп тұр. Соны 2-ге бөлгенде 52,15 пен 60 килограмм аралығындағы адамдарға арналған. Егер посвободнее, кеңдеу киімдер ұнайтын болса, онда бір размер үлкендеу қылып алсаңыз болады. Так, мен кеңдеу қылып алғым келеді. Мен онда мына XL-ді таңдаймын. Үстінен осылай басып таңдап қоясыз. Қалаған түсіңізді, қалаған размеріңізді таңдағаннан кейін, мына жерде мына бағасы өзгеруі мүмкін. Қазір 27-де 7 юань болып өзгерді. Қазір соны теңгеге айналдырып қараймыз. Ол үшін мына конвертер валютаға кіреміз. Сосын мұнда 27-де 7 юань деп жазамыз. 1753 теңге екен. Қайттан Pinduoduo'ға кіреміз. Бір түйір товардан да алуға болады. Манағындай жүрекшені басып корзинаға жинап алуға да болады бірнеше товарды. Мысалы, мына бір кофтаны алатын болсақ, мына қызыл төлем батырмасын басамыз. Менде мына қызыл батырманың үстінде осындай Alipay арқылы төлеу таңдалып тұр. Егерде сізде басқасында тұрса, мына батырманы басасыз. Gold карточкамен төлейтін болсаңыз, мына жүректі таңдайсыз. Егер сізде Alipay мен WeChat болмаса, онда осы жүрекшені таңдайсыз. Жүрекшені таңдадық. Егер осылай шықса, мына қызыл батырманы басамыз, согласить деген. Енді қараңыз, мына жерде бір товардан бөлек-бөлек алатын болсақ, бағасы 70 юаньға дейінгі товарларды бөлек-бөлек бір товардан алатын болсаңыз, осылай 2 юань комиссия қосылады. Ал егер бірнеше товарды жүрекше басып, корзинаға жинап, бір төлем жасап алатын болсаңыз, онда бір рет комиссия ұстайды. Суммасына да қарайды. Егер 70 юаньнан асса болатын болса, онда уже суммадан 3% комиссия ұстайды. Бөлек-бөлек алмай, товарларды жинап алсаңыз, кішкене тиімдірек болады. Сосын төлем жасайтын кезде міндетті түрде Каспи приложенияда Мой банкқа кіресіз.
Сосын Каспий Голдқа кіресіз де оплата в интернете дегенге кіріп, доступты ашып қоясыз. Жабық тұрса Pinduoduo төлем жүрмейді. Сосын мына қызыл батырманы басамыз. Сосын осылай төлем картаңыздың артындағы 3 санын сұрайды. Соны мында тересіз де мына қызыл батырманы басасыз. Бұл енді бір товарды сразу төлем жасап алсақ, осылай аламыз. Қазір енді сізге аяқ киімнің размерін таңдауды да сізге көрсетіп жіберейін. Мысалы, мына ақ кроссовкаға кіреміз. Товарға кіргеннен кейін осылай кішкене төменге түсе береміз. Төменге түсе берсеңіз, осындай кесте болады. Аяқ киімдердің осындай размерный ряд болады. Мына үстіндегілері размерлері миллиметрмен көрсетілген размері, мына астындағылары. Размерімізді қалай білеміз? Ол үшін бірінші сантиметровый лентамен немесе сызғышпен табанымызды өлшеп аламыз. Мысалы, мен өзімдікін өлшегенде 23-те 5 сантиметр болып шықты. 23 сантиметр 5 миллиметр болды менікі. Сонда менікі мына жерде 23-те 5 болса, мына 235 менің табанымның ұзындығы. Мына 37-ші размердің астында тұрған. Мен сонда 37-ші размерді таңдаймын. Бірақ әр аяқ киім сататын дүкендерде өлшем бірліктері осындай басқаша да болуы мүмкін. Мысалы, маломерка болуы мүмкін, большемерка болуы мүмкін. Сол үшін аяқ киім сататын дүкендерге кіріп, осындай өлшем бірліктерін дұрыстап қараңыздар. Егер де осындай кесте болмаса, онда продавецке сообщение жазып сұрасаңыздар болады. Осындай кестесін қарап, аяғыңызды өлшеп болғасын, мына төлем батырмасын басып, ары қарай уже осы жерден керек түсіңізді, керек размеріңізді таңдап ала бересіз. Бұдан назад басып шығып кетеміз. Размер таңдау сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді бір товардың сразу әртүрлі түсінен, әртүрлі размерінен таңдауды үйретемін. Мысалы, мына екі футболка деп тұрғанға кіреміз. Дүкенге кіргеннен кейін төмен түсе берсеңіз, киімнің характеристикасы жазылған, 100% хлопок екен. Соның астында мынандай кесте бар. Осы өлшем кестесіне қарап, өзіңіздің өлшеміңізді таңдайсыз. Бұны түсінбесеңіз, скриншот жасап, Google переводчикке қойып аударсаңыз болады. Қазір мына төлем батырмасын басамыз. Бұл жерде бірнеше түстері бар екен. Ал мына жерде тек SK, MK, LK деп көрсетілген екен. Бұл жерде жаңағы өлшем кестесіне қарап, өзіңіздің өлшеміңізді таңдайсыз. Мысалы, мына жерде өзіңізге керек бір түсті таңдайсыз. Сосын мына MK размерді алайық. Бір товардың сразу әртүрлі түсінен, әртүрлі размерінен алу үшін мына жерде осындай батырма бар. Осы батырманы басамыз. Сосын осылай ашылады да, мынау жаңа таңдаған размеріміз. Сосын мына қызыл батырманы басып қаламыз. Жаңағы таңдап алған размеріміз міне үстінде тұр. Енді басқа түсінен таңдаймыз. Мысалы, мына түсінен таңдайық. Размерден 2XL таңдаймыз. Мына астында қызыл батырманы басамыз. Мінекей жаңағы таңдап алған екі размеріміз де мына жерден шықты. Тағы да басқа түсінен, басқа размерінен алатын болсаңыз, мына плюсты басып ала бересіз. Тағы да басқа түсімен, басқа размерінен аламыз. Мына қызыл батырманы басамыз. Мінекей жаңағы үшінші таңдағанымызда мыннан шықты. Осылай бір товардың бірнеше түрінен, бірнеше размерінен алуға болады. Қазір сізге бірнеше товарды жүрекше басып, корзинаға салып, жинап, бір төлем жасап алуды үйретемін. Ол үшін, мысалы, мына футболкаға де астында осылай жүрекшені басамыз. Қазір назад басып шығып кетеміз. Қазір тағы басқа товарларды сохранить етіп аламыз. Мысалы, мына жерде мына детский кофтаны алайық. Астында жүрекше қызыл болып басылып тұр екен. Бұны мен бұрын сохранить етіп қойған екенмін. Қарасаңыздар, бұл киімде жаңағы айтылған жақсы белгілер бар екен. Қазір мына төлем батырмасын басып, бұл детский киімнің размерлерін қарап жіберейік. Pinduoduoда детский киімдердің размерлері көбінесе баланың бойының ұзындығына қарайды. Мына жерде 90, 100, 110, 120, 130, 140 дегеніміз баланың бойының ұзындығы. Назад басып, бұдан шығамыз. Бұны біз сохранить етіп қойғанбыз. Қазір назад басып, тағы басқа товар қараймыз. Мына жерде мына детский футболканы алайық. Төменге түсе берсеңіз, так, мұнда характеристикасы көрсетілген, 100% хлопок екен. Бұл футболканы алайық. Астындағы мына жүрекшені басамыз. Назадты басып, тағы бір-екі товар қараймыз. Осы детский носкиді де алайық. Бұны да астындағы жүрекшені басып, сохранить етіп аламыз. Бұдан назадты басып шығып кетеміз. Ал енді мына менің деген профиль бетіне өтеміз. Ал енді жаңағы ұнатып жүрекше басып сақтап алған барлық товарларымыз мына жүрекше сияқты мына батырмада болады. Қазір осы батырманы басып кіреміз. Мінекей жаңағы барлық сақтап алған товарларымыз мұнан шықты. Мына сол жақ қапталында осындай птичка қойып шығатын жерлері бар. Соны басып таңдасаңыз да болады. Сосын мына товардың қапталында осындай батырма бар.
Қазір соны басып размерін таңдап аламыз. Мына жерде 5 пара носкилердің әртүрлі түстері көрсетілген. 5 парадан жүреді екен носкилер. Ал мына ең астына түссек, мына жерде размерлері берілген. Мысалы, мұнда 5 жастан 7 жасқа дейін балаларға, астында 0-1 деп тұр, ол 1 жасқа дейінгі балаларға, сосын 8 жастан 12 жасқа дейін балаларға, 2 жастан 4 жасқа дейін балаларға деп көрсетілген. Егерде бір жерлерде бір түсінбей жатсаңыз, скриншот жасайсыз да, оны Google переводчикке салып, аударып қарасаңыз болады. Мынаны әрқайсысын басқан сайын түстері әртүрлі. Бір түсін таңдап аламыз да, размерден, мысалы мен мына 5-тен 7 жасқа дейінгі размерді таңдадым. Сосын мына қызыл батырманы басамыз. Мінеки жаңағы таңдаған носкиіміз шықты. Мына қапталына птичка қойылып кетті. Жаңа таңдаған размеріміз мына жерде көрсетіліп тұр. Ал енді келесі мына футболканың да керекті размерімізді таңдап аламыз. Мысалы, мына бірінші тұрған ақ пен көк цветін таңдап аламыз да, сосын бір размерін таңдаймыз. 120-ны алдым. Сосын мына қызыл батырманы басамыз. Мінеки размеріміз таңдалып, птичка қойылды. Ал егер мына футболканың тағы да басқа цветінен, басқа размерінен таңдайтын болсаңыз, онда мына батырманы басасыз. Тағы да жаңа футболканың басқа размерінен, басқа түсінен таңдап аламыз. Сосын мына қызыл батырманы басамыз. Мінеки жаңағы екі түсінен таңдаған футболкамыз мына жерде тұр. Келесі мына кофтаның да размерін таңдап аламыз. Мына қапталындағы мына батырманы басамыз. Мына кофтаның ортасындағы түсін алайық. Сосын XL размерді таңдап алайық. Сосын мына қызыл батырманы басамыз. Мінеки жаңағы алайын деп отқан 3 саатымыз, 3 саатымызда да птичка қойылды. Ал мынау жаңағы птичка қойып белгілеп алған 3 саатымыздың общий суммасы. Әрі қарай мына төлем батырмасын басамыз. Сосын мінеки осылай шығу керек. Осы жерде тағы бір тексеріп қарап шықсаңыз болады. Енді мына жерде қараңыздар. Төлем жасайтын кезде осылай шығады. Мына жерде птичка, мына пиндодо деген мына жүрекшеде тұруы керек. Сосын мына жоғарыдағы каргоңызды да қарап қойып жүріңіздер. Осылай төлем жасайтын кезде сіздің таңдап қойған каргоңыз осылай үстінде тұрады. Осылай қарап бір тексеріп шығасыз да. Егер карго дұрыс емес болып жатса, үстінен басып жөндеп қойсаңыз болады. Мына стрелканың үстінен басып қаламыз. Тағы бір түсіндіріп көрсетіп жіберейін сізге. Арасында қарап қоймасаңыз, арасында ауысып кетуі мүмкін. Мына птичка жаңа постта тұруы керек. Мына астындағы экспресс, бипост деген үшеуі де карго, бірақ белгісіз карго болғандықтан заказ бермегендеріңіз дұрыс. Ал жаңа постпен заказ беріп жатқаныма көп болды. Сол үшін сізге ұсына аламын. Қазір товарларымызды жақсы уақытымен әкеліп жатыр. Ақтаудың өзіне товарымыз 14-15 күнде келіп жатыр. Мына стрелканы басып қалсаңыз, өзіңіздің қалаңыздағы жақын филиалды таңдасаңыз болады. Сонда товарыңыз қалаға жеткенде сол адрестен алып кетесіз. Өзіңізге керегін осылай птичка қойып таңдап қойсаңыз болады. Мына жерде мына растау деген батырманы басасыз. Ал енді бәрін тексеріп болғаннан кейін, әрі қарай мына қызыл төлем батырмасын басамыз. Мінеки осылай ашылады. Мына жерде 109.61 юань жаңағы алған заттарымыздың общий суммасы. Сосын мына оның астындағы 3.28 юань, ол 3% ұстайтын комиссиясы. Сонда комиссиясымен бірге мына 112.89 юань болды. Енді әрі қарай мына қызыл батырманы басамыз. Ал мына жерге төлем картаңыздың артындағы 3 санды кодты тересіз. Теріп, сосын мына қызыл батырманы басамыз. Содан кейін төлем картаңыздан ақша алынады да, сізге SMS келеді голдтан. Ал енді мен сізге қазір возврат жасауды көрсететін боламын. Заказ берген товарымыз мына сағатта тұрған кезде жолға шықпай тұрып, мына грузовикке өтпей тұрып возврат жасаймыз. Возвратты грузовикке өтпей тұрып, яғни жолға шықпай тұрып жасайтын боламыз. Заказ берген кезде затымыз бірінші мына сағатта тұрады. Сол сағаттың үстінен басып кіреміз. Біз бұны түсінбегендіктен бірінші скриншот жасап аламыз. Google переводчикке кіреміз. Мына камераны басамыз да, манағы скриншот жасап алған суретімізді қоямыз. Мінеки аударылды. Қазір соны үлкейтеміз. Мына біріншісі возврат жасау батырмасы. Енді қазір пиндодоға кіріп возврат жасаймыз. Мына возврат деген батырманы басамыз. Енді мына жерде возвраттың себебі дейді. Соны басамыз. Мынаны түсінбесеңіз скриншот жасап Google'дан переводтап қарасаңыз болады. Қазір мына соңғысы другие причины деген соны таңдаймыз. Енді мына жерге 3 нүкте жаса салсаңыз болады. Өстіп 3 точка жазамыз. Сосын мына қызыл батырманы басамыз. Возврат қабылданды, бірақ возврат сразу түспейді, 2-3 күннің шамасында түседі. Кейде одан бұрын да түседі. Возврат жасаған затымызды мына менің деген профиль бетіндегі мына юаньның белгісі бар батырмадан көресіз. Мінеки жаңағы возврат жасаған затымыз мұнда тұр. Болды, возврат жасалынды, жаңа сағатта тұреді, енді жоқ болып кетті.
Осымен видеомыз аяқталды. Видеом сізге ұнаса лайк басып кетіңіз. Менің осы каналыма өтіп, басқа да Pinduoduo'ға байланысты, Қытай сайттарына байланысты пайдалы тегін ақпараттар мен сабақтарды қарасаңыз болады. Осы каналдың дамуына үлес қосам десеңіз, менің осы каналыма подписаться басып, астына комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жазып кетіңіздер. Ал қыздар мен жігіттер, сіздерге сәттілік тілеймін. Пока-пока.